Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті қыран құс өмір сүріпті. Өзгелерге өрілмеген өнеге болған әлгі бүркіт бір жылы өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандардың қанаты қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда, бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатқан ол өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып, былай деп сұрапты: «Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскесін осының өтеуі ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар?» Біріншісі айтыпты: «Анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма арқалап алып жүремін. Дүниенің 4 бұрышын аралатам. Таңғажайып тамашаларды көретін боласың» депті. Сонда бүркіт басын шайқап, уысындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Сосын екіншісіне бұрылып: «Ал сен не айтасың?» Екіншісі айтыпты: «Анашым, мен сені ел аралатып босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметін алдыңа әкеліп беремін. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады» депті. Бүркіт тағы да басын шайқап, екінші балапанын су тұңғиығына тастап жібереді. Үшінші балапанына бұрылып, жарқыншақ толы дауыспен былай депті: «Ал сен қалай жарылқамақсың?» Сонда үшінші балапан былай үн қатыпты: «Анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылығының шеті де шегі де жоқ екенін, оны өтеуге бүкіл ғұмырымды арнасам да жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен, менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарыңды өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын». Кәрі бүркіт сонда ғана көкірек кере терең демалып, біздің әулет аманатын алға апарар қыран деген атқа лайық бола алар ұрпақ туылғанына көзім енді жетті деген екен.